Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы кестелік деректерді графикалық түрде ұсыну. Сабағымыздың мақсаты электронды кестемен диаграмма жасау. Оқушылар, сабағымызды бастамас бұрын көңіл күйімізді көтеріп, рухымызды арттырып алайық. Балалар, желтоқсан бірлік пен ынтымақ айы. Ал енді жүрекшелерді басып көріңдер. Әр жүректің ішінде сендерге арналған бір жылы тілек жасырылған және топқа бөлу ұйымдастырылған. Менің сендерге тілерім Балалар, өткен сабақта біз сіздермен шартты форматтау тақырыбын өткен болатынбыз. Сол тақырыпты пысықтау мақсатында сіздерге Word платформасында сәйкестендіру тапсырмасы ұйымдастырылды. Назарымызды аударайық. Бұл жерде шартты форматтау терезесінің құрылымдары берілген, соны ережеге сәйкестендіресіздер. Бірінші балалар бізде гистограммалар, келесі белгілеушілер жинақтары, келесі түрлі түсті шкалалар, бірінші және соңғы мәндерді іріктеу ережесі, жақсы, келесі ұяшықтарды ерекшелеу ережесі, барлық жауаптарды тексеру батырмасын басамыз. Тамаша, жарайсыздар, барлығы дұрыс. Оқушылар, ендігі кезекте жаңа сабағымызға көшейік. Кестелік деректерді графикалық түрде ұсыну. Жалпы диаграмма дегеніміз не? Диаграмманың қандай түрлері бар? Мен сіздерге қысқаша түсіндіріп өтемін. Диаграмма дегеніміз санды деректердің ерекшеліктерін визуалды қабылдауға ыңғайлы, түсінуге жеңілдетіп, график түрінде ұсыну әдісі. Excel программасында диаграмманың түрі көп. Диаграммалар жасау үшін мәзірдегі кірістіру бөлімін шерту арқылы диаграммалар бөлімінде құралдар тақтасын ашамыз. Диаграммалар бөлімінде гистограмма, график, дөңгелек, сызықтық, аймақтармен, нүктелік және басқа да түрлері бар. Оқушылар, диаграммамен жұмыс жасау үшін оқулығымыздың 80-ші бетіндегі қарапайым мысалды қарастырайық. Бұл жерде сіздерде 7, 11, 14, 20, 15, 14, 15 сандары берілген. Осы сандардың арасынан ең үлкен, ең кіші мәндерді визуалды түрде бірден ажырататындай диаграмманы құрастырамыз. Мысалдағы тапсырманы орындау үшін бірінші сіздер ұяшықтар жолына сандарды енгізіп аласыздар. Одан кейін осы жолда тұрған сандарды тінту арқылы ерекшелеп аламыз. Ерекшеленген ұяшықтарды кірістіру, диаграмма командаларын орындап, гистограмма түрін таңдаймыз. Жұмыс алаңында жаңа диаграмма пайда болады. Диаграммадан көрініп тұрғанда ең үлкен мән бізде 4 бағандағы 20 саны, ең кіші мән 6 бағандағы 4 саны екен оқушылар. Диаграмманы құрғаннан кейін оның элементтерінің кез келгенін өзгертуге болады. Бұл үшін мәзірде орналасқан макет батырмасын басып, қолтаңбалар құларлы тақтасын таңдаймыз. Ол бізде мына жоғарғы сол жақта орналасқан добавить элементі диаграмма бөлімін басқаннан кейін сіздерде балалар диаграмманың атауы, название диаграмманы, осьтердің атауы, аңыз деген бар міне, деректер мәнін қою, одан кейін бізде таблицы данных бар, ол деректер кестесі. Енді оқушылар біздің оқулығымыздың 81-ші бетінде 5-ші суретке назар аударыңыздар, өңделген диаграмма деген бар. Қарайтын болсаңыздар. Осы бойынша біз таблицамызды, диаграммамызды өңдейтін боламыз. Ең бірінші бізде балалар название диаграмма, жаңағы диаграмманың атауын өзгертіп алуымыз керек. Ол үшін мен название диаграммы ортасы бойынша дегенді таңдап аламын және атауын жазамын. Үлкен және кіші мәндер. Үлкен және кіші мәндер деп атауын жазып алдық. Одан кейін төменгі жаққа балалар бізде қатар саны бойынша оны жазу үшін осьтердің атауына өтіп, горизонтальды дегенді таңдап аламын да, міне бізде автоматты түрде қосылады. Осы жерге бізге жазу керек қатар саны бойынша деп. Қатар саны бойынша жазып алдық. Енді балалар мына мәндердің жанына жазуымыз керек. Бізде вертикалды мәндер бойынша деген атауды жазамыз. Ол үшін добавить элементке басып, тағы да осьтердің атауы бойынша деп және вертикалды деген команданы таңдаймыз. Бұл жерде бізде жазылатын мәндер бойынша.
бойынша жазып алдық балалар. Міне балалар біздің оқулығымыздың 81-ші бетіндегі 5-ші суреттегідей өңделген диаграмма пайда болды. Енді бұл диаграммаға бізде балалар сандардың мәндерді жазып қоюымыз керек. Ол үшін мынаның үстіне бірлес шертетін болсаңыздар, мына диаграмманың көріп тұрсыздар ғой, диаграмманың үстіне бірлес шертетін болсаңыздар, сіздерде барлығы ерекшеленеді. Ерекшеленген диаграмманың үстін тінтігірдің оң жағын басып, добавить подписи данных дегенді басатын болсаңыздар, сіздерде мәндері автоматты түрде түсетін болады. Және өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша форматтауларыңызға болады. Жақсы балалар, міне осылай диаграмманы құратын боламыз. Жаңа сабақ толық түсіндірілді. Ендігі кезең практикалық кезең. Сабақтың басында 2 топқа бөлінген едіңіздер. Қазір сол топтармен бірігіп, оқулығымыздың 85-ші беттегі номері 3-ші тапсырманы орындайтын боламыз. Оқулықтағы жастар бос уақытын қалай өткізеді тапсырмасын топпен талқылап, Excel'де орындаңдар. Диаграмманың түрін өздерің таңдаңдар. Жақсы, тамаша оқушылар, бірінші тапсырманы аяқтадық. Енді екінші тапсырмаға көшейік. Бұл жерде бізде жұптық тапсырма, жанымыздағы көршімізбен жұптасамыз, және оқулығымыздың 85-ші бетіндегі нөмірі 4-ші тапсырмаға назарымызды аударайық, және Excel қосымшасында орындайық. Жолдың уақытқа тәуелділігінің графигі келтірілген. Excel'де төменде берілген кестені пайдаланып, диаграмма құрыңдар. Ендігі кезекте бізде балалар жеке жұмыс оқулығымыздың 82-ші бетіндегі практикалық жұмысқа назарымызды аударайық. Бұл жерде тапсырманы орындауға берілген әрекеттерді орындайсыздар, және сіздерде кесте берілген оқушылардың қатысуы жайлы деректер, және сол кестеге байланысты сіздер диаграмма құруларыңыз қажет. Жақсы, тамаша оқушылар, тапсырмаларды толық орындадыңыздар. Ендігі кезек балалар бізде бекіту тапсырмасы сабағымызды қорытындылаймыз. Мына жерде сіздерде QR-код тұр, сол QR-кодты ұялы телефондарыңызбен сканерлеп кірулеріңізге болады, немесе сілтеме арқылы өтіп кіруіңізге болады. Бұл Learning сайтында ұйымдастырылған интерактивті ойын. Бұл жерде сіздерде сәйкестендіру керек. Диаграммалардың атаулары берілген, атауына сәйкес суреттерін қойып шығасыздар. Гистограммаға өзінің түріне сәйкес келетінді қоясыздар. Көпіршікті, нүктелік, графиктік, жапырақты, келесі биржалық, сызықтық, және соңғысы дөңгелек. Жауабымызды тексерейік. Тексеру бастырмасын басамыз, бізде барлық тапсырма дұрыс, жарайсың, тамаша. Оқушылар, сабағымыз аяқталды, енді кері байланыс берейік. Егер барлығы түсінікті болса, жасыл түсті асықты. Егер сұрағыңыз бар болатын болса, сары түсті асықты. Егер ештеңе түсінбесеңіз, қызыл түсті асықты басуларыңызға болады. Белсенді қатысқандарыңыз үшін рахмет. Жақсы, олай болса балалар, үйге тапсырма жазып аламыз. Оқулығымыздың 84-ші бетіндегі нөмірі 1-ші тапсырма қазақстандық суретшілер жобасын үйде жасап келеміз. Оқушылар, бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Белсенді қатысқандарыңызға рахмет. Барлығыңызға сәттілік тілеймін. Сау болыңыздар.